Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының қоғамдық штаб өкілдері Жезқазған аймағына келіп Қазақмыс корпорациясының кеншілерімен жұмыс басында кездесті. Толығырақ тілші материалында. Өндірісті жаңғырту, инновациялық технологияларды енгізу және еңбек қауіпсіздігін арттыру. Кеншілер үшін маңызды осы мәселелер нұротандықтардың сайлауалды тұғырнамасына енгізілген. Республикалық штаб жетекшісі Нұрлан Нығматуллин кеншілермен кездесуде президенттің индустрияландыру бағдарламасының осы бағытында жүзеге асырылып жатқанын атап айтты. Таяуда ғана Жезқазған Ұлытау өңірінің әлеуметтік жағдайын көтеруге арналған республика үкіметінің бағдарламасы, онда межеленген ірі жұмыстар Нұр Отанның қамқорлығының арқасында өмірге келген біз білеміз. Сондықтан біз кеншілер сайлау күні Нұр Отан партиясын қолдап дауыс береміз. Корпорацияның кен орындарында 30 мыңнан аса адам жұмыс істейді. Олардың 1/3 жер астында 200 метр тереңдікте еңбек етуде. Сондықтан қазіргі уақытта адамдарды жалақысы жоғары жұмыспен қамтып қана қоймай, олардың әлеуметтік мәселелерін де шешу керек. Бұған мысал ретінде 2006 жылы Қарағанды облысы Ленин атындағы шахтада қайтыс болған кеншілердің артында қалған жанұясына көрсетілген көмекті келтіруге болады. Өндірісте жарақат алған немесе қаза тапқан кеншілерге төленетін тиісті өтемақыны қазіргі жалақымен қайта есептеп көбейту мәселесі көп жылдар шешілмей келген еді. Нұр Отан партиясының тікелей араласуымен осы жылдың наурызында тиісті заңға өзгерістер енгізіліп, балаларға берілетін жәрдемақы 2 есеге өсті. Бұл біз секілді асыраушысынан айырылған жандар үшін үлкен көмек. Көптеген қарапайым жұмысшылар және олардың жанұя мүшелері Нұр Отан партиясының нақты әрі нәтижелі жұмыс істейтініне көз жеткізді. Гүлжан Көленқызы, Владимир Магай, Василий Савкин, Хабар агенттігі, Қарағанды облысынан.